Саламатсыздар, құрметті достар. Біз бүгін сіздермен present simple, соның ішінде үшінші жақпен танысатын боламыз. Яғни үшінші жақ ол бізде he, she және it есімдіктермен танысамыз. He, she, it бұл үшінші жақ болғандықтан етістікке s немесе es жалғану арқылы жасалынады. Яғни мысал алатын болсақ, ол мектепте жұмыс істейді. He works in a school. He works in a school. Көріп тұрғандарыңыздай, етістікке мен s жалғап тұрмын. Works, жерде s жалғанып тұр. Негізгі етістік work, бірақ мен s жалғап тұрмын. He works in a school. Жалпы present simple деген не? Біз сіздермен өткен сабақта мен түсіндіргем. Күнделікті қайталанатын іс-әрекетті немесе шындықты, фактын айтқан кезде біз present simple'да қолданамыз. Ендеше жалғастырамыз. Мысалы, ол жұмысын сағат 5-те аяқтайды. She finishes work at 5. At 5 o'clock десек те болады. At 5 o'clock. Яғни ол жұмысын сағат 5-те аяқтайды. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде es жалғанып тұр. Яғни жалғау s немесе es жалғану арқылы жасады. Finish. Мен қазір сіздерге қай жерде s, қай жерде es жалғанатынын қазір осы мысалдан кейін сіздерге түсіндіретін боламын. Ендеше және де үшінші жақта eat, мысалы ол балық жейді. It eats fish. Ол балық жейді. It деген мысалы. Ит болуы мүмкін, мысық болуы мүмкін, мен жануарларға қатысты айтып тұрмын. It eats fish. Енді қандай жағдайда s немесе es жалғанады, қазір мен сіздерге сол жөнінде түсіндіріп кетейін. Ендеше біз сіздермен ары қарай жалғастырайық. Көріп тұрғандарыңыздай spelling rules, third person, s or es. Яғни қазір қай жерде s немесе es жалғанады, қазір мен оны сіздерге түсіндіретін боламын. Яғни қандай жағдайда s және es жалғанады. Егер бізде етістік ш, ss немесе x-қа аяқталатын болса, онда біз жалғаймыз es және ол оқылады бізде is. Мысалы, мен телевизор көремін, мен айтам I watch. Ал үшінші жақта мен айтам he watches. Яғни ол көреді. Келесі finish. Мысалы, олар аяқтайды. They finish. Ал ол аяқтайды. She finishes. Яғни es жалғану арқылы жасалынып тұр. Келесі we miss. He misses. He misses. Көріп тұрсаңыздар, es жалғанып тұр. You fix. Мысалы, сен жөндейсің. Немесе ол жөндейді. She fixes. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл үшінші жақта етістік ш, ss немесе x-тан аяқталатын болса, онда біз es жалғаймыз және is деп оқылады. I watch, he watches. They finish, she finishes. We miss, he misses. You fix, she fixes. Бұл бізде жалғану түрі. Енді келесі тағы бір ереже, егер бізде етістік y-ға аяқталатын болса, және y-дан алдында дауыссыз дыбыс тұратын болса, онда бізде y i-ға өзгереді. Қазір мен сіздерге сол туралы көрсететін боламын. Мысалы, қазір біз сіздермен алайық study. Study деген оқу деген сөз. Енді қараңыздар.
Study, яғни y әріпінің алдында дауыссыз дауыс тұратын болса, онда бізде y айға өзгеріп, және es жалғанады. Мысалы, study, y-ды айға өзгертем, және es жалғанады. Studies. Мысалы, мен сабақ оқимын. Мен айтам, I study. Немесе ол сабақ оқиды. He studies. Көріп тұрсаңыздар. Ал егер дауысты дыбыс тұратын болса, онда біз өзгертпейміз. Play мысалы аламыз. Plays. Жай ғана s жалғаны. Мысалы, they play. Олар ойнайды. Немесе she plays. Жай ғана s жалғаймыз. Үшінші тағы да бір айтатын істерге ереже, ол бізде do етістігі үшінші жақта өзгереді. Does. Және go етістігі үшінші жақта өзгереді. Goes. Және have есімдігі үшінші жақта өзгереді. Has. Мысалы, мен айтамын, I do, үшінші жақта he does. Немесе we go, үшінші жақта she goes. Немесе they have, үшінші жақта мысалы it has. Көріп тұрғандарыңыздай, үшінші жақта етістіктер сәл өзгереді, ал бірінші, екінші және көпше түрде етістіктер барлығы бірдей жазылады. Келесі біз сіздермен жалғастырамыз, болымсыз, яғни сөйлемді болымсыз қалай айналдырамыз. Келесі сөйлемді болымсыз айналдырайық. Болымсыз сөйлем бізде does көмекші етістігіне нот жалғану арқылы жасалынады. Яғни мен айтам doesn't. Мысалы, ол мектепте жұмыс істемейді. He doesn't work in a school. Ол мектепте жұмыс істемейді. Doesn't work in a school. Яғни көріп тұрғандарыңыздай doesn't көмекші етістігі негізгі етістіктің алдына жазылады work, және де негізгі етістікке s жалғанбайды. Ешқандай s немесе es жалғауы жалғанбайды, себебі сөйлем болымсыз doesn't көмекші етістік арқылы жасалынып тұр. Келесі, ол жұмысын сағат 5-те аяқтамайды. She doesn't finish work at 5 o'clock. Немесе ол балық жемейді. It doesn't eat fish. It doesn't eat fish. Ол балық жемейді. Яғни болымсыз сөйлем осылай жасалады. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Болымсыз сөйлемде негізгі етістіктерге ешқандай s немесе es жалғауы жалғанбайды. Келесі жалғастырайық, сұраулы сөйлем бізде қалай жасалады. Ендеше жалғастырайық достар. Сұраулы сөйлем does көмекші етістігі арқылы жасалынады. Яғни does she, he немесе it. Сұрақ қойылады. Does he, does she, does it. Мысалы, жаңағы алдыңғы жасаған мысалымызды алайық. Ол мектепте жұмыс істейді ма? Does he work in a school? Ол мектепте жұмыс істейді ма? Does he work in a school? Жауап береміз, я, ол мектепте жұмыс істейді. Yes, he does. Немесе жоқ, ол жұмыс жасамайды. No, he doesn't. No, he doesn't. Яғни сөйлем does көмекші етістігі арқылы қойылып тұрма, does көмекші етістігі арқылы жауап бересіздер. Қысқа жауап. Келесі, ол жұмысын сағат 5-те аяқтайды ма? Does she
finish work at 5 o'clock. At 5 o'clock. Жауап береміз. Yes, she does. Жоқ десек, no, she doesn't. No, she doesn't. Келесі, ол балық жейді ма? Does it eat fish? Ол балық жейді ма? Яғни, қандай да бір жануарға қолданып тұрмыз. Жауап береміз. Ол балық жейді. Yes, it does. Немесе жоқ, ол жемейді. No, it doesn't. No, it doesn't. Яғни болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдер бізде үшінші жақта осылай жасалынады. Does көріп тұрғандарыңыздай сұрақ қойған кезде бұл жерде де етістікке ешқандай s немесе es жалғанбайды. Мүмкін байқаған болсаңыздар, жалғау тек қана сөйлем болымды болған жағдайда жалғанады. Мен сіздерге әдеттегідей қосымша тапсырма қалдырамын. Жауаптарын комментарийға қалдырсаңыздар болады. Бұл жерде тапсырмада сөйлемнің ішіндегі сөздердің орын тәртібі ауысып тұр. Сіздерге дұрыс орын тәртібімен жазу керек. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнап жатса, лайк басып комментарий қалдырып, немесе тіркелуді ұмытпаңыздар. Жарайды, келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.